Көпшілігіміз түсті қате жорып жүрміз. Көпшілігіміз түске өте төмен баға беріп жүрміз. Соны түсіндіретін боламыз. Бізде дәстүрлі түс жору және заманауи түс жору бар. Дәстүрлі түс жорумен қалып кеткендер түске өте нашар мән береді. Немесе түсті өте қате жақта қарап алады. Соны қазір дәстүрлі түс жору мен заманауи түс жоруды айырмашылығын беремін. Дәстүрлі түс жору өкінішке орай қазір зиян, заманауи түс жору сіздің өзіңіздің қажеттіліктеріңізге қызмет етеді. Енді түсіндірейік оны. Дәстүрлі түс жоруда мынандай нәрселер бар. Бірінші айта кетейік, дәстүрлі түс жору деген бұл қанымызға, санамызға сіңіп қалған жалпылама бүкіл халықтық түс жору. Қазақ халқының түс жоруы деп алайық. Ал неге ол қазір тиімсіз? Неге алдын тиімді болды, соны түсіндіреміз. Дәстүрлі түс жору, жалпы түс жору бұл қоғамдық сана ұғымына тәуелді мәдени санаға жататын жаңағы әлеуметтік саланың бір тармағы. Мысал келтіретін болсақ, өмірде осыдан бір ғасыр бұрын бізде мына нәрселердің бәрі болмады. Бізде жаңағы шорти кию болмады. Әлгі әзілдер бар ғой, жаңағы ауылға келген жыртық жеңсемен келген немересін жеңсейін әжесі тігіп қойыпты, немесе влажный салфетканы алып келген қағазың бар су оқапты қойып жайып қойыпты деген, сондай әзілдер шықты. Бұл жерде біздің санамыздың өзгеріп жатқан кезі, апалардың қыз кезінде ондай дүниелер болған жоқ, олар өмірде өтер шақтарда сондайды көрді, яғни сананың өзгеруі, технологиялар, жаңашылдық, барлығы сананы өзгерткен себепті, тұрмыс салтымыз да барлығы да өзгерді, сол себепті түс жору да өзгерді. Сондықтан дәстүрлі түс жору осыдан 100 жыл алдын, 200 жыл алдын ол сол қоғамға өтімді болды. Себебі ол қоғамның солайынан ойлау жүйесі болды және соған сенетін, иланатын өзінің дәлелдері болды. Сондықтан ол қоғам өтімді болды. Қазір біздің санамыз өзгерген, бізде талай-талай ақпараттар бар, сол себепті бізге қазір дәстүрлі түс жору емес, өзіміздің заманауи түс жоруымыз бар. Біз соны қазір қалай қолдану керектігін түсіндіретін боламыз. Мысалы, дәстүрлі түс жоруда мынандай түсінік бар. Қалай көрдің, солай илану, яғни маған аян беріп жатыр деген сенім. Дәстүрлі түс жору бұл жерде біз көпшілігіміз аян деп түсінеміз, яғни тікелей не көрдім, сол орындалады деп түсінеміз. Шын мәнінде аян деген сөздің ауқымы кеңірек. Бұл жаңа аян сөзінің өзінің терминологиялық мағынасы, астарлы мағынасы деген бар. Жалпы аян деген ол тікелей көрінуде де мүмкін, немесе астарлы мағынада символикамен жету де мүмкін. Аян деген негізінде бұл тікелей Құдайдан келетін белгі. Яғни не көрсең сол орындалады деген нәрсе емес аян. Енді көпшілігі ойлайды, мысалы мен көбінесе баланың түсін жормаймын, яғни сәбиді туып жатқаның бәрі жормайды, ол дәстүрлі түс жоруда. Мысалы, мен дүниеге бала әкеліп жатырмын түсімде. Демек мен балалы болам. Құдай маған ишара етіп тұр, сен балалы боласың деп. Ол мысалы бір рет балалы болды түсінде, үміттенді, мысалы ол арнайы белгілері бәрін көрді, бірақ балаға деген не болмады, бала болмады былайша айтқанда. 2 көрді түсті, 3 көрді, 4 көрді, 5 көрді түсті, көріп жатыр, өмірде бала Құдай бермей жатыр. 5 жыл, 10 жыл болып кетті. Сосын бұл кісі жаңа дәстүрлі көзқараспен түске сенген үшін ол әйел үміттенеді, болмаған үшін депрессияға түседі. Яғни бұл жерде зияндық адам жалған нәрсеге сену арқылы, яғни мен түсімде бала болды, өмірде болады деген жалған нәрсеге сену арқылы ол адам өзін жаңағы үмітсіздік ұшырап, қайтадан депрессияға түседі. Көңіл күйін бұзып жатыр былайша айтқанда. Міне дәстүрлі түс жоруды біздің қазіргі қоғамда қолдана алмайтын себептеріміздің бірі осы. Екіншіден жаңағы ақша, яғни өсек мәселесі. Жаңағы ақша беріп жатса біреу маған, мені анау өсек деп жүр дейді біздің дәстүрлі түс жорумызда. Енді қараңыз, ақша өсек. Ол заманда солайына қажет болды ол. Сол заманның адамдармен өте қатты байланыста болған заманның сондай жоруы қажет болды. Белгілі бір мақсатты олар пайдаланды. Ал қазір сіз оның зиянын көресіз, оны да түсіндірейік. Мысалы, сізге ол ақша, бір дәстүрлі түс жорушы сізге жаңағы ақшаны көрдің, құрбың саған ақша әкеп берді, немесе коллегаң ақша әкеп берді саған, демек сені олар өте қатты өсектеп жүр деп жоритын болса, бұл жерде біріншіден сіз артық энергия құртасыз. Екіншіден сіз тағы да настроениеңізді, яғни көңіл күйіңізді бұзып аласыз.
бир түстүң әсеринен көңүл күйүңүздү бузуп аласыз. Үчүнчүдөн, сиз аны адамга деген бир түстүң әсеринен негатив көз караш калыпташтырасыз. Булайча айтканда, ол адам жайлы жаман ойлоп каласыз. Мени неге өсектеп жүр? Менен башка іс таппадыма? Өзүңүн басыңа түстүң деген сыяктуу. Ол сиз менен жакшы аралашатын, сиз үчүн ак көңүл, сондай жан болуу мүмкүн. Бир гана түстүн әсеринен сиз onu негативге жоруп, ол адамды сиз жанагы өзүңүзгө душман этип аласыз, жаман көз караш калыпташтырып аласыз. Яғни бул жерде үч дәстүрлүү түш жоруудан зыянды көрүп коесуз. Одан кийин бизде жанагы ойлоп жүрүү маселеси бар. Дәстүрлүү түш жорууда мисалы мурунку жигити, мурунку күйөөбү түсүндө көрүп атат. Ол келинчек мисалы түс көрүүчү. Ол бир 5-6 бала чагасы бар, күйөөбү бар, бир калыптуу отбасы өмүр сүрүп аткан келинчек. Ол түсүндө ойламаган жерден мурунку жигитин гүл әкелип берген көрүптүр. Сосын ойлады. Ол мени ойлап жүр. Биздин дәстүрлүү түш жорууда осундай нерсе бар. Бир адам сенин түсүңө кирсе, демек ол сени ойлап жүр, сагынып жүр. Ол мени ойлап жүр дейді дагы, onu дәстүрлүү түш жоруучу жанагы оган сөйтүп жооп берген болсо, ол энди onu издей баштайт. Мессенджерлер, әлеуметтик желилер аркылуу onu таап, издеп жаза баштайт. Ал натыйжесинде ол адам сиз жайлы милде көз карашы жок, сиз тууралуу ойламайт, өзүнүн өмүр салты менен жүрүп аткан адам болуп чыгат. Натыйжесинде сиздин жолдошуңуз жанагы бывшийме сөйлөшүп койганыңызды билген аркылуу сиздин отбасыңыздын жанагы бычты чыгат. Яғни бир түш жоруудун кесиринен сиз дагы да айрандай уюп отурган отбасыңызды бузуп ала жаздайсыз. Яғни дәстүрлүү түш жоруудун осундай зыяндыктары бар. Енді бұл жерде айта кетейік, бізде дәстүрлі түш жорууда тағы бір айта кететін нәрсе әулиелікпен жору бар болатын. Яғни біз оны әрдайым айтамыз, тура мағынасында жору немесе келешекке жору. Тура мағынасында жору, мысалы ауыр аяқ әйел үшін сенің екі жанағы егізді өмірге әкелесің. Немесе жанағы жол жүрген тұрған адам үшін сен барған жеріңде өте көп қуанышқа ие боласың. Тікелей жору. Екіншіден болашаққа жору. Сенің мына балаң 5 жасар баласы отырса, балаң сенің өскенде батыр болады, бастық болады. Бұның 5 баласы болады, ол 5 мемлекетті басқарады деген сияқты артық әулиелік жору дәстүрлі түш жоруда бар. Бұл қазіргі қоғамда енді қаншалықты қажет? Орынғы қоғамда тағы да қайтарып аламыз, ол қажет еді. Неге? Себебі ол заманда бізде атпас мері өте керемет. Адамдар табиғатпен өмір сүреді, күнмен тұрады, күнмен ұйықтайды, күнмен, яғни табиғатпен барлық өз қажеттілігін реттейді. Былайша айтқанда адамдардың ол кезде көңілі өте таза, пәк, көкіректері ашық. Бұны біз билеріміздің, бабалардың өлеңдерінен де байқаймыз. Ақыр заман боларда жанағы әйелдердің қысқа киінетіні, тамақтың шөп жалаңға айналатыны, хайуандардың жана бізде байқасаңыз бір түрлі әрекеттер бар, солардың болатыны біздің талай бабаларымыздың өлеңдерінде айтылып кеткен. Ол неден? Бұл саф көңілден, таза көңілден, шығармашылықтан, шынайылықтан, тазалықтан, жанағы сондай табиғатпен етене жақын болғаны үшін. Ол заманда бұл өтімді болды. Дуалы ауыз деп айтамыз біз. Дуалы ауыз. Енді бұл қазіргі заманда біз мүлде жабықпыз деп айтып жатқан жоқпын. Жалпы ол заманмен бұл заманда салыстырғанда біз табиғаттан ажырап қалғанымыз ол кішкене ақиқат. Сол себепті ол заманда әулиелік жорулар өтімді болды. Әулиелік жорулар өтімді болды. Болашаққа жорып, шын мәнінде ондай түстер бар ғой, мысалы. Шын мәнінде өмірге расымен 5 баласы келгенін, шын мәнінде расымен де барған жерінде құт береке тапқан, өйткені ол бір таза көңілден шыққан жорулар еді. Ал енді біз заманауи түш жоруды қалайдан жоритынымызды түсіндіре өтейік. Біз мына нәрселер бойынша адамның түсін жоримыз. Адамның ниетіне, әлі істемегенсі, яғни адамның істеп қойған қателігіне, адамның келешекте істейтін жоспарына және дәл қазір істеп атқан шаруасына осы 4 нәрсе бойынша біз түсті жоримыз. Осының ішіне жанағы кіретін телефон, коллегия, бывший, барлығы осының ішінде тек сізге жоритын болады. Яғни символика бұл сізге қызмет атқаратын болады. Соны енді түсіндіріп өтейік. Мысалы, ниет. Ниет кәдімгі сіз мысалы бір нәрсені істегелі жүрсіз. Мысалы, сіз әлі жасаған жоқсыз, бірақ ниет қылып жүрсіз. Сіз Құран кәрімді үйренем деп ниет етіп жүрсіз. Оқуым керек еді, бірақ ниет қыласыз, бірақ күнделікті ауыспалы жанағы қайталанатын жұмыстармен шыға алмайсыз. Сіз шетелге шыққыңыз келіп жүр.
ниет кылып жүрсүз жанагы чет элге кетүүдү. Бирок алы документ жасап, кужат тапшыруу эч кайсысын да жасамадыңыз дейик, ниетиңиз бар. Ошол жагдайда сиз түш көрөтүн болсаңыз, сол ниеттин бурус экендигине түш жорулады. Эми Куран Каримди үйрөнүү жагдайында көбүнесе адамга сен өзүң колуң босамайынча Куран саган бурулмайды деген жоруулар чыгат. Жанагы іс баштоо маселесинде сен жанагы іс баштап кетсең болду, сен ары карай жолуң болуп кетеді. Яғни сен өзүң бір күнү барып, арнайы кужат тапшырып, барып, жанагы өтүнүч берсең, сенин жолуң болуп кетеді. Яғни сенин ниетиң эле чыкпаган, жоруулар осылайынан чыгат. Одан кийин бизде өтүп кеткен кателиктерге түш жоруу. Яғни мисалы сиз түсүңүздө коллегаңыз көрүп атасыз. Коллегаңыз жанагы сизге бир ыдыс берип атыр, сиз бирдеңени жасырып атасыз. Сиз жумушта үнемі бері қарап отыратын едіңіз, бір күні жұмыста түсіңізде ары қарап отырсыз, сондай мәселе. Бұл жерде коллега көріп отыр. Жаңағы айтып кеткендей, дәстүрлі шоуда коллеганы көрген бұл жерде ойлау мүмкін, коллегам мені ойлап жүр деген сияқты. Бұл жерде біз коллеганы жұмыс деп аламыз. Жұмыс деп аламыз заманауи шоуда. Одан кейін оны сіздің жұмысыңыздағы қателікке жоримыз. Сіздің теріс қарап отырғаныңыз, сіз жұмыста бір қате жасап қойдыңыз, және сіз оны әлі күнге ойлайсыз, өзіңізді кінәлі сезінесіз. Міне өткен қателіктерге осылайынан жорылады. Келесіде бізде жанағы істеп атқан ісімізге алайық. Жана алдын ниет аттық, енді біз бұл жерде істеп атқан ісімізге алайық. Мысалы, сіз үй салып атсыз. Сіз үй салып жатсыз, сіз бір айдың ішінде мына жазғы жылы маусымда мен үйді бітірем деп ниет қылдыңыз, бірақ шын мәнінде сіз біліп тұрсыз, сіздің ісіңіз бірнеше айға суық кездерге жанағы көзге қысқа кетіп қалуы мүмкін. Осындай жағдайда сіздің төсіңіз тез бітірудің, өзіңіз қалағандай тез бітірудің жолын тауып беруі мүмкін. Мысалы ретінде, егер сен жұмыстан босасаң, немесе егер сен 2-3 асар дейді қазақта, қол жинап келсең, сен мынаны тезірек бітіресің деген болып атқан ісіңізге Құдайдан бір ишара, көмек алуыңыз мүмкін. Бұл қазіргі болып атқан іске. Одан кейін бізде келешекте болатын істерге жорылады. Бұл заманауи түш жоруда өте сирек. Өйткені біздің жортатын біздің қызметіміз адамдардың қазіргі проблемаларына көмектесу. Қолдарынан өздері шеше алмай жатқан нәрселерді шешуге көмектесу түс арқылы. Сондықтан, бірақ бұл нәрсе бар. Мысалы, жаңағы дәстүрлі түш жорудағыдай баланың өте керемет болатындығына, әлі құрсағында жатқан анасының, баласының атасына ұқсайтынына, нағашысына ұқсайтынына, өте тілі шешен болатынына, немесе ол баланы өзің бақпасаң, арнайы бір тәрбиелемесең, ол бала бос болып қалатынына, осылайынан жорылатын түстер бар. Бұлар сирек жорылады айтты. Мысалы, ол нелерді көру, скелет деп айтамыз, адамның қаңқасын көру, олар адамның жаңағы болашақтағы істеріне жорылады. Немесе жаңағы үй салуды алайық, ол үйдің өте үлкен болатынына, дуалы құлап атса, ол үйдің, мысалы сіздің өмірде салып атқан үйіңіздің дуалы құлап атса, сіздің әлі бала шағаңыз кешкентай болатын болса, бұл жерде болашаққа жорылып кетеді. Дуалдың құлауы, бұл үйлену, көбею болатын болса, демек сіз мына салып атқан үйде тұрасыз, өтесіз, өнесіз, бала шағаңыз отбасылы болады, әрқайсы ұлыңыз жеке ұзатылып, қызың, яғни ұлыңыз отау құрып, қызыңыз ұзатылып, сіз мына үйде өрісіңізде көбейіп, ұрпағыңызда өрбіп, сондай болып отырасыз деп заманауи түш жоруда да осылай әулиелік қолданатын кездер бар. Қорытынды айтқанда, бізде заманауи түш жоруда біздегі қызмет сіздің өміріңізге бір жақсылықтарды беру.